Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің биология сабағына қош келдіңіздер. Біз бүгіннен бастап сіздерге тек қана 7-ші сыныптың оқулығы бойынша жұмыс жасаймыз. Мен сіздерге алдында салып жүрген видеолардың барлығы 6-шы сынып оқулығы бойынша бастаған. Соны соңына дейін жеткіземін деген ойда болғанмын, бірақ та енді мен тек қана 7-ші сыныптың жаңа оқулығы бойынша сіздерге видео жүктеймін. Биология пәні бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуге арналған тест спецификация бойынша биология пәнінен сіздерге 13-14 оқу мақсаты берілген екен. Мен соның бүгін бірінші сабағын сіздерге бастаймын. Алдыңғы күндері осы 7-ші сынып оқулығы бойынша берілген бұтыға дайындауға арналған қалған тақырыптарды ретімен салып отырамын. Менің каналымыздан алыстамай менімен бірге болуларыңызды сұраймын. Және де видеоны көрмес бұрын колокольчик все батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп қоюларыңызды сіздерден сұраймын. Және де комментарияға сұрақтарыңыз болса, жазып отырсаңыз болады. Енді біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты ол 7.1.1.1 жүйелеудің маңызы тақырыбы. Бұл 7-ші сынып оқулығындағы тірі организмдерді жүйелеу тарауының ең алғашқы сабағы болып табылады. Жалпы сіздер жүйелеу туралы ақпаратты бұрын-соңды таныс болдыңыздар, білесіздер, оқыдыңыздар, иә. Сондықтан біз сіздермен екінші рет бұны қайталаймыз. Жалпы жер бетіндегі өсімдіктердің түрлері өте көп болып өссе де, жануарлардың да көптеген түрлері тіршілік етеді. Бірақ та осы жыл сайын биолог ғалымдар олардың басқа да түрлерін ашып жатыр. Өсімдіктердің, жануарлардың көп түрлігін бағдарлайтын, яғни жүйе. Бір сөзбен айтқанда біз оны систематика деп атаймыз. Ғылымның мақсаты өсімдіктердің және жануарларды әртүрлі топтарға жіктеу. Яғни орысша систематика, қазақшасы жүйелеу болып табылады. Бұл систематиканың мақсаты не? Жаңадан ашылған түрлерді жалпы жүйеде өз орнына орналастыруға көмектеседі, және де оларды топтарға біріктіріп жіктеп отырады. Ол үшін біз келесі слайдпен танысайық. Енді қараңыздар, сіздерге мына жерде анықтамалар берілген. Осы анықтамалардың біз мағынасын ашуымыз керек. Енді қараңыздар, жалпы жануарлар мен өсімдіктерді жіктеудің негізгі бірлігі ол түр болып саналады. Оны сіздер бірден білесіздер. Және де жануарлардың жіктелуі түрден типке дейінгі әртүрлі таксондардың бір-біріне тәуелділігі деп айтсақ болады. Ең бірінші біз түр деген анықтамаға тоқталайық. Түр дегеніміз не? Бұл құрылысы, тіршілік ету ортасы ұқсас, өзара шағылысып ұрпақ бере алатын және белгілі бір аумаққа қоныстанған даралардың жиынтығын айтамыз. Бұл үнемі ұбт-да кездесетін сұрақ. Білесіздер, иә? Түр өз кезегінде популяциядан тұрады. Ал популяция дегеніміз не? Ол белгілі бір ареалда ұзақ уақыт басқа популяциялардан оқшау тіршілік ететін, бір түрге жататын даралардың тобы. Осы жүйелеудің негізгі бірлігі ретінде түр ұғымын ғылымға енгізген кім деген сұрақ сіздерге үнемі келеді. Бұл швед ғалымы Карл Линней. Түр ұғымын ғылымға енгізген кім десе Карл Линней дейсіздер, қай елдің ғалымы десе швед ғалымы дейсіздер. Карл Линней бұл түрлерді атауда жалпы халықаралық латын тілін пайдалануды ұсынды. Бұл да келеді, қай тілді пайдалану ұсынды, кім ұсынды деген латын тілін ұсынған ол Карл Линней. Ол мысалы кез келген түрлерде, ол өсімдік болсын, ол жануар болсын, екі түрлі атауды, немесе қосарлы атау тізімді біз ұсынды деп айта аламыз. Яғни ол әрбір түрге екі сөзден тұратын латын атауын берген. Әр түр дегеніміз ол өсімдікте болуы мүмкін, немесе жануарда болуы мүмкін. Атаудың бірінші аты ол яғни зат есім болып табылады. Ол жануарлардың белгілі бір туысқа жататынын мысалы ретінде шағаланы алатын болсақ, құстарды алайық, білдіреді, шағала екенін білдіреді. Ал екінші сөзі ол сын есім болып табылады. Ол түрдің анықтамасын береді. Мысалы ретінде көл. Түсіндік па, балалар? Түсінбесек қайтан қайталайын. Яғни Карл Линней қосарлы атау тізімді ұсынған. Осы қосарлы атау тізімді ол кісі екі сөзден құраған. Бірінші сөзі
ол зат есім болады. Кім не, иә, білесіздер, ол жаңағы жануардың аты ма, өсімдіктің аты ма, немесе және жануарлардың белгілі бір туысқа жататындығын, шағалалар мысалы жақшаның ішіне белгіленіп тұр. Ал екінші сөзі сын есім, ол түрдің анықтамасын білдіреді. Енді бұл жерде былай айтуға болады сіздерге, сын есім деген қазақ тілінде немістер білесіздер, ол қандай, қай деген сұраққа жауап береді, иә. Яғни ол берілген түрдің түр түсін белгіледі. Мысалы біз айтамыз, иә, көл бақа, тоған бақа. Мысалы бақа деген ол бірінші сөзі зат есім, екіншісінде ол көлде тіршілік ететін, тоғанда тіршілік ететін деген сияқты мысалдарды келтіреміз. Сол сияқты жануарларды да келтіретін болсақ, мысалы ретінде нелер алайық, иә, торғайларды алайық, иә, қара торғай, боз торғай, жорға торғай деген сияқты. Көрдіңіздер, торғай деген ол бірінші сөзі зат есім, жаңағы екінші сөз сын есімі, ол жаңағы қара түр түсіне байланысты жорғалап жүрсе жорға торғай деген сияқты. Боз торғай деген мысалдар, бұл сын есім болып табылады. Бұны түсіндік деген ойдамын. Түсінбесеңіздер сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар комментарийде. Енді осы берілген түрлерді біз жаңа айттық, иә, жүйелейміз дедік. Ол түрден бастап типке дейінгі аралықты айтамыз. Ол үшін жақын түрлерді біз туысқа біріктіреміз. Түрді туысқа, мен сіздерге мына жерге қарамен анықтап белгілеп қойдым. Енді қараңыздар, мысал ретінде есте сақтау үшін қарға, құзғын, шауқарға және ұзақтар, бұлар қарғалар туысына жатады. Қарға деген түр, көріп тұрсыздар ғой, иә. Мына бірінші берілгендер қарға, құзғын деген бәрі түр. Солар бір-біріне ұқсас түрлерді біз қарғалар туысына біріктірдік. Енді осы туысты біз тұқымдасқа біріктіреміз. Яғни жақын туыстарды тұқымдасқа біріктіреміз. Енді қараңыздар, қарғалар туысы, сауысқандар, бұлардың барлығы құстар қой, көріп тұрсыздар, иә. Қарға туысы, сауысқан туысы, жорға торғай туысы, самырсын туыстарды біз қарғалар тұқымдасына біріктіреміз. Қарап тұрсаңыздар, қарғалар туыста бар және қарғалардың тұқымдаста бар. Түсінікті деген ойдамын. Келесі, осы тұқымдасты біз отрядқа біріктіреміз. Яғни тағы да бір-біріне жақын тұқымдастарды отрядқа біріктіреміз. Оларға мысал ретінде көкшімшық тұқымдасы, қарға тұқымдасы, қарлығаш тұқымдастарын барлығы торғай тәрізділер отрядына жатады. Ал ұқсас отрядтарды біз классқа жүктейміз. Жаңағы аталған бүкіл құстың атауының барлығы, отрядтың түгелі құстар классына жатады. Ол торғай тәрізділер, ол қаз тәрізділер толып жатыр, иә. Бүкіл құстардың барлығы осы құстар классына жүктейді. Ал енді класстарды қайда жүктейміз? Класстарды біз типке жүктейміз. Мысал ретінде құстар классы, бізде мына жерде үстінде барлығы құстар, мысал ретінде құстарды ғана қамтырып байқап тұрсыздар, иә. Біз мына жерде мысалы қозмекендер айтып қой, яғни бақалардың түрлері, иә. Яғни қозмекенділер классы, сүтқоректілер классы. Осылардың барлығы хордалар немесе желілер типіне жатады. Білесіздер, иә. Яғни омыртқа жотасының бойында желісі пайда болған, немесе хорда деп айтамыз, сондықтан бұлардың бүкілі желілер типіне жатады. Мына жерде мысалы біз барлық класты атап тұрған жоқпыз, бірақ та бұл жерде құстарда, балықтарда, қозмекенділерде, жорғалаушыларда, иә, 5 класс бар осы омыртқалардың, соның барлығы желілер типіне жатады. Ал енді осы қазіргі кезде жануарлардың жалпы 25 типі бар. Бірақ біз оны мектеп бағдарламасында түгелін қамтымаймыз. Бірақ сол 25 типтің барлығы жануар патшалығына жатады. Сонда қараңыздар, мына жерде желілер типі дедік қой, типтен кейін бізде патшалық бар. Егер біз өсімдік туралы айтып жатсақ, ол өсімдік патшалығына жатады, ал жануарлар туралы мысал келтірсек, ол жануарлар патшалығына жатады. Бұның барлығы түсінікті деген ойдамын. Енді тағы да сіздерге мен қысқаша ғана айтып кетейін. Мына жердегі берілгендерді, жалпы организмдерді, түрлерді, иә, жүктеген кезде ең бірінші түрлерді біз туысқа жүктейміз, туысты тұқымдасқа жүктейміз, тұқымдасты неге классқа жүктейміз. Егер өсімдік болатын болса, тұқымдастан кейін қатар болады, естеріңізде болсын. Түсінікті ма? Одан кейін класстан кейін бөлімге, ол өсімдіктерде болады. Бөлімді тағы да қайталаймын, бөлімдер патшалыққа жүктеледі. Тыңдағандарыңызға рахмет.
келесі сабақта кездескенше, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып, дәптерлеріңізге конспект жасап алыңыздар. Сау болыңыздар.